Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен әдебиеттік оқу сабағын өтетін боламыз, және біздің қарастыратын тақырыбымыз 4-ші тақырып табиғат тағылымы. Бұл жерде біз суретте қарап отқандай құмырсқа мен шегіртке мысалына тоқталады екенбіз, және сол тақырыпты өтеді екенбіз. Ал мына жерде есе біз шегіртке мен құмырсқа мысалының толық үлгісін көре аламыз. Яғни сіздер осы жерден оны оқып біле аласыздар не туралы екенін. Ал мына жерде есе осы шығарманың бізге қазаққа келуінің себепшісі болған Абай Құнанбаев, яғни қазақтың ұлы ақыны, аудармашысы. Ал келесі суретте осы туындының негізгі авторы Иван Крылов. Яғни Иван Крылов атамыз оны шығарған болса, бұны қазаққа алып келген Абай Құнанбаев атамыз екен. Ал келесі мына жердегі біздің сабаққа түсіндіретін тапсырмалар екен. Яғни осы тапсырмалар арқылы орындап түсіне аламыз. Енді келесі ойынға келетін болсақ, ол шығармадағы осы құмырсқа мен шегірткенің бір-бірінен айырмашылығын ажыратуымыз керек екен. Одан кейінгі бейнедиаграммасы. Ол құмырсқа мен шегіртке туралы сіздер кішігірім мәлімет ала аласыздар, жаза аласыздар. Келесі суретке тоқталатын болсақ, бұл жерде бізде осы шығарманың нақты суреті тұр. Осы сурет арқылы сіздер қарап, сипаттама жаза аласыздар үй тапсырмасына, және сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.